Сәлем, құрметті достар. Баланың тілінде задержка болмау үшін балаға үрлеуді үйрету керек. Бала үрлеуді осознанно негізі 2 жастан соң үйренеді, бірақ 1 жасында да үрлеп білетін балалар болады. Тілі кеш шығып жатқан балалардың көбісі үрлей алмайды екен. Енді өзіңіз мән беріп қарасаңыз, біз кей жағдайда оған да мән бермей жатамыз ғой. Кез келген адам сөйлеген кезде тыныс алып, деп сосын тынысымызды кері шығарып жатқанда, дыхание сыртқа шығып жатқан кезде біз дыбыстарды шығарып дауыстап сөйлейміз. Өзіңіз байқап көріңіз. Менде де қазір дыханиені алып, сол дыханием біткенге дейін сөйлеп үлгеріп жатырмын. Көрдіңіз ғой? Өзіңіз де сөйтіп сөйлеп байқап қараңыз. Ән айтқан кезде де ең бірінші дыханиені аламыз, сосын на выдохе мы поем, разговариваем. Сондықтан ән айтқанда да солай, сөйлегенде де солай. Тыныс алу техникасына, барлығына байланысты дауыстың диапазоны, биік төмен болуы, дауыстың жуан жіңішкелігі, барлығын осы біз дыханиеміз арқылы регулировать етіп отырамыз. Үрлеу сөйлеуге тікелей байланысты. Сондықтан баламызға үрлеуді қалай үйретеміз? Егер сіздің балаңыз 1 жаста болып, және үрлеуді үйреніп алып жатса, онда керемет, супер деген. Ал егер балаңыз шығара алмай жатса, үйрете алмай жатсаңыз, мен сіздерге қазір оңай ақпараттарды көрсетемін, техникаларды көрсетемін, соңына дейін тыңдаңыздар. Парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде YouTube-тың өзі менің жаңа видеоларым жүктелген сайын сізге өздері белгі беріп отыратын болады. Осы үрлеу техникасын керемет деңгейде үйрене алмай жатқан бала сөйлеумен де кішкене проблема болады. Мысалға 3-4 жасында да, 5 жасында да әлі дұрыс үрлей алмайтын балалар болады. Әлсіз үрлейді, терең тыныс алып үре алмай жатады да, мысалға, үрлеу деңгейінің сапасын білу үшін қалай білеміз, оның барлығын қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Енді қараңыз, үрлеуді білмейтін балалар, дұрыс тыныс алуды білмейтін балалардың ертең болашақта сөйлеген кезде дауысы тым жай, естілмейтін, сөздері анық емес, міңгірлеп, мұрнымен сөйлейтін деген сияқты проблемалар кездесіп жатады. Және де сөйлеп тұрған кезде сөзінің соңын жеп қалады, сөзінің соңын жұтып қояды дейді. Тыныс алған кезде, бастап сөйлеген кезде дауысы бәрі жақсы келе жатады да, соңында дауысы өшіп қалады. Сондай сияқты да әртүрлі кедергілер болып жатады. Ол мектепке барған кезде қиын болады балаға. Апай оның айтқан естімей қалуы мүмкін, немесе коллективте оны естімей қалуы мүмкін, ортаға шығып сөйлеуден қысылуы мүмкін, ол самооценкасына әсер етуі мүмкін. Тақылдап тұрған бала, тақылдап өзінің қалағанын айтып, толық жеткізіп, тақпағында керемет айтып, түсінігінде керемет айтып, тақтаның алдында ертең топ жарып жүрсе, балаңыз сізге де жақсы, оған да жақсы. Бұл техниканы қалай үйренеміз? Уже 1 жаста бала толық осознанный түсінік бар, сондықтан балаға не көрсетсеңіз, соны қайталайды. Бұл жерде тағы да бір керемет ақпаратты айтам. Біздің миымызда алдыңғы видеоларымда айтып кеткен болатынмын, баланың сөйлеуіне жауап беретін зона Вернике, зона Брака деген зоналар бар деп. Соның қасында орналасқан зеркальный нейроны деген бөлім бар. Сол жерде зеркальный нейроны деген не? Ол біздің, мен сізге қазір бір жаттығуларды көрсетіп тұрсам, сіз соны қайталап жатсыз. Көрдіңіз, қайталадыңыз. Немесе биге қатысатын болсаңыз да, хореограф неше түрлі бидің движенияларын көрсетеді, ал жаңағы балалар соның барлығын қайталайды. Көргенді қайталау, зеркальный нейроны, аты айтып тұрғандай, айна секілді зеркалить етіп қайталау, яғни. Сол сияқты біздің зеркальный нейроны бөлімі іске қосылады. Ол өте жақсы, ол болашақта мысалға жаңағыдай биге барып жататын болса да, кез келген жаңағыдай жаттығуларды қайталау кезінде, тіпті тіл үйренген кезде де, ағылшын тілі, басқа тіл мысалға үйренген кезде, әртүрлі әріптерді айтқан кезде, біз бірінші аузына қарап, апайдың әр дыбыстың қалай дыбысталуы, соның барлығын дұрыстап тұрып қарап алып, сосын барып жасаймыз да. Мен өз йогаға барып жүрмін, йоганың жаңа жаттығуларын бірінші қарап алыңдар, осылай деп түсіндіріп алады, содан кейін барып қайталаймыз біз. Яғни біз көру арқылы миымыз ана әрекеттің реттілігін, барлығын, дұрыстығын фотографически жаңағы көзімізбен, зеркальный нейроныймен жаттап аламыз да, сосын барып өзіміз қорытып сол нәрсені жасаймыз. Мінекей осы жерде де осы зеркальный нейроны іске қосылады.
Бұл зонамен жұмыс жасау өте пайдалы. Баланың сөйлеуіне де, ойлауына да, интеллектісінің жоғары болуына да барлығына әсер ететін керемет спорттың түрімен де, басқа нәрсенің барлығымен де айналысуға, есте сақтау қабілетінің жақсы болуына барлығына көмектесетін. Сондықтан осы тұсқа да көңіл бөле жүріңіздер. Енді біз не істей аламыз? Біз осындай мақтаны кішкентай бөлшегін бөліп балаға деп үрлеп көрсетеміз. Яғни үрлейміз, үрлегеннен кейін біздің үрлеуіміз әрекет ар жағында қандай нәтиже беріп жатыр? Мақтамыз ұшып кетіп жатыр. Бұл балаға бір жағынан қызық, бір жағынан эмоция, бір жағынан ана нәрсені өзі жасай алғанына бала қуанады. Ең басында шықпау мүмкін. Қалай қараңыз? Үрледік, еще дауыстарыңызды қосып дыбыстайды эмоциялық түрде ойнататын болсаңыз, вообще керемет. Бірге дауыс ырғағыңызбен, эмоциямен солай прям өзіңіз заинтересованно ойнасаңыз, балаңыз жылап жатқанын ұмытып кетіп, сізбен бірге соны жасайтын болады. Мақта, үйде мақтан бітіп қалды десеңіз, кез келген қағазды жыртып алыңыз, туалетный бумаганы жыртып алыңыз, алақаныңызға салып деп жасап көрсетіңіз. Яғни бала соны бірге қайталайды. Яғни бұл жерде де жаңағы зеркальный нейроны іске қосылады. Ал егер бала түсінбей жатса, бірінші баланың алақанын алыңыз. Алақанын алыңыз, бірінші оның алақанына өзіңіз деп үрлеңіз. Өйткені бала сіздің бірдеңе істеп жатқаныңызды түсініп көріп жатыр, бірақ оған не әсер етіп жатқанын түсінбеуі мүмкін. Яғни сіздің деген кезде сіздің деміңіз шығып жатқанын қолына үрген кезде бала, яғни дегенде дем шығып жатырғанын сезеді. Өйткені деген кезде қолына жел тиіп жатқаннан кейін барып ол сондай нәрсе екенін түсінеді. Яғни сіз деп үрлеп жатқан кезде дем шығару керек екенін ол түсінеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан деген кезде бала сезбейді, просто көреді, ол түсінбейді. Сондықтан оның қолына, алақанына деп үйретіңіз. Мүмкін ол бір апта көлемінде түсіне алмай істеу мүмкін, бірақ сізді көріп, осы деп желді түсініп, көріп, сезініп, бала миына тоқиды, барынша тырысады, әйтеуір дегенде бір күні шығарады. Сондықтан соны жасаңыз, бірінші қолына жасаңыз, соны сездіріп, содан кейін осындай мақтаны немесе қағазды именно баланың алақанына қойып, бірге үрлеңіздер. Сіз үрлеңіз, бала бірге үрлейді, сол кезде деміңіз баланың алақанына тиеді, балаңыз үрлеген кезде дем шығып жатқанын түсінеді және қағаздың ұшқанын көреді. Сондықтан осылай әрекет етіп көріңіздер. Одан кейін тағы да трубочкамен жаңағы суға үрлеу, көпіріктер шығару деген сияқты нәрселер бар. Бірақ ол кішкене осознанный возрастта болмаса, 3-ке қарай бала суды үрлеймін деп ішіп қоюы мүмкін, Арнайы түтікшелер бар. Үрлеген кезде басында доп ұшады, шамды үрлегенді жақсы көреді балалар. Қараң, осындай трубочка, оны осындай размерде кесіп аламыз. Свечкамен үрлеуді үйретеді. Тіке үрлеген кезде аузы күйіп қалуы мүмкін. Ол не безопасно. Сондықтан осындай түтікше арқылы үрлеуге үйретеміз. Алыстан. Түсіндіңіз бе? Енді бұны 1 жаста жасауға үйретпей-ақ қойыңыздар. 1 жаста емес. Жалпы алдағы уақытта мен көріп отырған видеода әртүрлі жастағы балалар бар ғой, сондықтан мен түрлі варианттарды айтамын. Мінекей свечка үрлеуді тіпті орталықтарда да свечка үрлеуді үйретеді. Сондықтан тіптіке бірінші свечкаға үрлеуді емес, осындай түтікше арқылы үрлеуді үйретеміз. Көрдіңіз бе? Бір жастағы балалармен тағы қалай ойнауға болады? Ыдысты алып, үлкен тазикті бір нәрсені алып, ішіне су құйып, қағаздан түрлі корабликтер жасаңыздар. Ол корабликтерді түрлі түсті қағазбен, түрлі түсті краскалармен бояуға да болады, саусақпен бояуға болады. Творчество, арт-терапия. Содан кейін ыдысқа су құйып, сол корабликтерді суға салып, ар жағынан сіз, бер жағынан ол, немесе екеуіңіз бір жақтан деп қайықты үрлеп, арғы бетіне жеткізіп, бергі бетіне жеткізіп деген сияқты осындай ойындарды ойнасаңыздар болады. Баклажканың крышкаларын суға салып қойып, соны үрлесеңіздер болады. Түтікшелермен судан көпіріктер шығарып үрлеуге болады. Және де түрлі қағазға көбелек бір нәрселерді клейлеп, жіппен былайынан ұстап тұрып, деп үрлеп, соны әрі бері қозғауға болады. Мінекей бұл ойындар кішкентай 1 жастан асқан балаларға ойнауға болатын безопасный ойындардың бірі. Сондықтан баланың сөйлеу тарапынан проблема болмасын десеңіз, үрлеуді үйретіңіз. Баланың үрлеуі арқылы баланың дикциясы жақсы болады.
дауысы жақсы болады, әдемі дауыспен сөйлей алатын болады. Оқыған кезде, тақпақ айтқан кезде, мәнерлеп оқу кезінде балаңыз өте әдемі, анық, күшті оқитын болады. Сондықтан осылай, осы мен айтқан ақпараттармен балаңызға үйретіп көріңіздер.